Көз тиюден және түрлі жын шайтандардың кесірінен сақтау үшін кішкене балаға мына дұғаны оқуға болады. Аузука би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламма. Қыз бала болса басындағы уайзука сөзін уайзуки деп оқисыз. Мағынасы сен түрлі жын шайтанның, түрлі зиянкестің және әр түрлі жаман көздің кесірінен сақтасын деп Алланың кәміл сөзіне сыйынамын. Аталмыш дұғаны Ибрахим пайғамбар өзінің балалары Исхақ пен Исмаилге оқыған екен. Одан кейін пайғамбарымыз да оны өзінің екі немересі Хасан мен Хусейнге аталарың оқыған дұға деп оқитын болған. Бұнымен қатар Фалақ пен Нас сүрелерін оқыса болады. Бұл қос сүре дуалаушының дұғасына, жаман көзге, жын шайтандардың зардабына қалқан, қорған болады. Алла елшісі осы қос сүрені өзге дұғалардан гөрі көбірек оқитын. Сондықтан да балаларыңызға аталмыш қос сүрені де оқып, дем салсаңыз болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.